Баршаңа сәлем достар, қалдарың қалай? Бізде барлығы жақсы, біз өзіміздің техно шолуларды ары қарай жалғастырамыз. Бұл өнім менің және менің жанұямның күнделікті тіршілігін, күнделікті өмірін өте қатты жеңілдетті. Сіздер білесіздер, менің кішкентай балам бар. Кішкентай бала деген үйдің базары, ол барлық нәрсені үйге ары бері тасып жүреді, жеген нанын да тасып жүреді. Сол үшін үйде өте көп қоқым болады, ал ол қоқымды жинау өте қиын. Робот-пылесос бізге осы мәселені шешіп берді. Байқұс күнде бір рет немесе екі рет үйді тазалап шығады, біздің жанымыз кіріп қалды. Сондықтан да сол робот-пылесосты алып, бірнеше апта бойы соны тест жасап, бүгін сіздерге ұсынбақпын. Сонымен бізде Xiaomi компаниясы шығарған Roborock 5S Max робот-пылесосы. Әдеттегідей біздің форматымыз бойынша бірінші экспресс шолу, сосын толық шолу. Сонымен экспресс шолу. Бұл робот-пылесосты біз 2 апта бойы қолданғаннан кейінгі келген қорытындымыз былай. Жалпы еденді тазалау деңгейі өте жақсы, ылғалды тазалау функциясы болғаны өте ыңғайлы, шуыл деңгейі орташа, навигациясы және автономдығы ілгері деңгейде, басқаруы өте ыңғайлы. Жеке пікірім, бұл өнім әрбір үйде болу керек деп ойлаймын. Өйткені күнделікті тіршілікті өте жеңілдетеді, адамның қолын босатады, ол босаған уақытты адам өзіне және жанұясына пайдалы қылып өткізе алады деп ойлаймын. Сонымен ең басты сұрақ, бұл өнім қанша тұрады? Дәл қазір осы өнімнің бағасы 212 000 теңге. Иә, аз ақша емес. Бірақ егер бөліп төлеуге мүмкіндігі бар болса, өзіңіз елестетіп көріңізші, бұл робот-пылесос күнде сізге күніне 2 рет, қаласаңыз 3 рет, одан да көп рет сіздің еденіңізді тазалап береді сіз үшін. Сіз ол үшін ештеме істемейсіз, тек қана телефоныңыздағы бір кнопканы басып қаласыз, бітті. Ол үшін даже үйде болудың қажеті жоқ. Мысалға бір жерде қыдырып жүрсеңіз, үйге қарай келе жатқан кезде басып қойсаңыз, сіз үшін тазалап қояды. Менің ойымша, егер сондай бөліп төлеуге мүмкіндігі бар болса, және енді қалтаңыз көтерсе, әрине бұл баға өте тұрарлықты деп ойлаймын. Жалпы экспресс шолудың аяғына келіп жеттік. Егер сіз осы өнім туралы тағы да тереңірек білгіңіз келсе, қандай датчиктері бар, тазалау мүмкіндігі қалай деген секілді мәліметтерді білгіңіз келсе, терең шолуға қош келдіңіз. Сонымен терең шолу. Roborock S5 Max робот-пылесосымен бірге, қорабында зарядтаушы станциясы шнурмен бірге, суға арналған контейнер, микрофибрадан жасалынған саптамасы және оларға тазалауға арналған щеткасы бар. Бұл комплектация минималды болғанмен ең керекті нәрселердің барлығы бар деп есептеймін. Дизайнына келетін болсақ, пылесостың пішіні дөңгелек болып келеді. Біздің қолымызда ақ түсті, тағы да қара түсін алуға болады. Бетінде 2 батырма бар. Біріншісі Power. Бұл батырмамен сіз робот-пылесосты қоса аласыз, немесе өшіре аласыз, және тазалау процесін баста немесе тоқтат деп айта аласыз. Екінші кнопкасы Home, яғни тазалау процесін бітіріп, зарядтаушы станциясына қайт деген кнопка. Биіктігіне келетін болсақ, бұл пылесостың биіктігі 7,5 см. Құрметті достар, бұл параметр өте маңызды. Өйткені сіздің үйіңіздегі жиһаздың астындағы шаңды тазалау үшін бұл робот-пылесос соның астына кіре алу керек. Сондықтан да егер де робот-пылесос таңдап жатсаңыз, сіздің жиһазыңыздың биіктігіне байланысты қылып алуыңызға кеңесімді беремін. Пылесостың артқы және төменгі жағында судың резервуары орналасқан. Бұл резервуар үнемі сол жақта орналасып тұрады. Егер су құйып болса, сыртқа шығарып су құйып қайттан қоюға болады. Резервуардың астында ылғалды тазалауға арналған микрофибрадан жасалынған саптама орналасқан. Бұл пылесостағы резервуарды осылай орналастыру өте ыңғайлы деп есептеймін. Өйткені пылесосты
құрғақ тазалаудан ылғалды тазалауға өткізу үшін телефонды қосымшаңыздағы бір кнопкадан басқа ешқандай іс-әрекет жасамайсыз. Өзі автоматты түрде тазалап, ылғалды тазалауды бастап кетеді. Астындағы микрофибраны бөлек шешіп алып, жуып тазалап тұруға болады. Мүмкіндігінше тағы да бір саптаманы сатып алып қойсаңыз ыңғайлырақ. Жалпы үлкен үй тазалаудан кейін микрофибраны шешіп құрғатып қойған дұрыс. Болмаса ол құрғамағандықтан жағымсыз иістерге ие болып кетеді. Жалпы пластик, резина, металлына келетін болсақ, сапалы жасалынған, анша-мұншаға сызылып, өзін өңін құртпайды. Жұмыс тәсілі мен навигация жайлы сөз тие кетейік. Робот пылесостың астында турбо щетка орналасқан, оны анда-санда шешіп, тазалап тұрған абзал. Ол үшін робот пылесостың ішінде арнайы щетканы салып қойған. Жалпы пылесостың ішінде 13-тен астам датчиктер бар. Сол датчиктердің арқасында робот пылесос сіздің үйіңізде емін-еркін навигация жасап, ешқайда адаспай, баратын жеріне емін-еркін барып жүре алады. Бірақ кейбір кедергілерді көрмеуі мүмкін. Мысалға, егер де сіздің үйіңіздегі есіктердің біреуі шыныдан жасалынған болса, роботтың датчиктері оны көре алмауы мүмкін. Бірақ шыныға жайлап жақындаған кезде алдындағы сенсоры тиген кезде тоқтап, оны айналып өтеді, және роботтың ішіндегі жасанды интеллекттің арқасында ол жерде шыны, есік немесе кедергі бар екен жаттап алып, келесі үй жинау кезінде ол жерге ол соғыспайтын болады. Бұл сенсорлардың ішіндегі ең бастысы робот пылесостың үстінде орналасқан 360-қа бұрылатын LDC лазерлік сенсоры. Дәл осы сенсордың арқасында осы роботтың үй ішіндегі навигациясы ілгері дамыды деп есептеймін. Егер алдында кедергі жоқ болса, робот тез немесе жай жүре алады. Мобильдік қосымшадағы сіз тыйым салып қойған жерлерді осы лазер арқылы ол айналып өте алады және өзінің үй тазалау функциясын жақсы орындай алады. Робот пылесостар үшін маңызды параметрлердің бірі ол оның автономдығы және кейбір кедергілерден өте алуы немесе өте алмауы. Жалпы бұл пылесос автономды деп есептеймін. Пылесостың жұмыс істеуі үшін сіз тек қана оның анда-санда контейнерін тазалап тұру керексіз, астындағы турбо щеткасын тазалап отыру керексіз, контейнеріне су біткен кезде суын толтырып және саптамасын анда-санда тазалап тұру керек. Ал басқа уақытта пылесос өзі баратын жеріне барып, егер батарейкасы отырып жатса, өзінің үйіне өзі қайталады және қуатталып болғаннан кейін үй тазалауын ары қарай жалғастыра алады. Кедергілерден өтуіне келетін болсақ, бұның алдындағы пылесостар 1 сантиметрден сәл астам кедергілерден өте алмай қалатын болатын. Ал бұл пылесос 2 және 2,5 сантиметрге дейін кедергілерді өте жақсы өте алады. Пылесостың шаңды сору қуаттылығына келетін болсақ, ешқандай сандарды айтып қояйын, өзімнің пікірімді айтып кетейін. Жалпы осы күнге дейін едендегі шамды тазалауына менің көңілім толды. 90-95%-ға дейін құрғақ тазалау кезінде шаңмен және жеңіл кірлерді алып өтеді, және артындағы ылғалды тазалау микрофибрасымен бірге қалған жеңіл кірлер мен шаңдарды да тазалап өте алады. Ол жағына өте көңілім толды. Шуыл деңгейіне келетін болсақ, тым тыныш немесе қатты шуыл деп айта алмаймын. Жалпы бір машинаның жұмыс істеп жүргені байқалып тұрады, алайда шуылы мазаңды алмайды. Енді ең басты басқару құралы мобильдік қосымшаға келейік. Roborock компаниясы бұл пылесосқа арнайы мобильдік қосымша шығарып қойған. Мобильдік қосымшасы iOS немесе Android системаларына жеңіл жүктеп аласыз. Бұл мобильдік қосымшаны оңай өзіңіздің телефоныңызға жүктеп, логиніңізді тіркеп, оңай кіре аласыз. Бұл мобильдік қосымша арқылы пылесосыңызды толыққанды басқарғыңыз келсе, үйіңізде міндетті түрде Wi-Fi болу керек. Әрине, Wi-Fi-сыз да жұмыс істей алады. Кнопканы бассаңыз, автономды түрде өзі бүкіл үйді тазалап шығарады. Ал егер де үйіңізді бөлме-бөлмеге бөліп, дәл осы бөлмені, немесе дәл осы зонаны, немесе өзіңіз сыртта бір жерде қыдырып жүріп, пылесосқа үйді тазала деп тапсырма бергіңіз келсе, міндетті түрде үйіңізде Wi-Fi болу керек. Өйткені бұл пылесос осындай тапсырмаларды Wi-Fi арқылы қабылдай алады. Дерлік үйіңізде Wi-Fi бар, телефоныңызға қосымшаны жүктеп алдыңыз,
пылесосты Wi-Fi-ға қосып, телефоныңызға тіркеп қойдыңыз дейік. Әрі қарай бірінші рет үйіңізге осы пылесосты жіберген кезде, ол бүкіл үйді айналып, өзіне үйдің картасын сызып алады. Сосын өзінің жасанды интеллекті арқылы үйдің картасын автоматты түрде бөлме-бөлмеге бөліп алады. Ол бөлмелерді түспен белгілеп, сізге картасын шығарып береді. Егер қаласаңыз, сол бөлмелерге сіз атауын беріп қойсаңыз болады. Бұл әрекеттің барлығы мобильдік қосымша арқылы жасалынады. Осының бәрін бітіргеннен кейін сіз өзіңіздің пылесосыңызға ылғалды тазалау жаса, немесе құрғақ тазалау жаса, бірінші мынау бөлмені, сосын екінші бөлмені тазала деген секілді күрделі тапсырмаларды бере аласыз. Жоғарыда айтып кеткендей, мынау зоналарды тазалама деп тыйым салынған зоналарды соғып қойсаңыз, робот ол зоналарға кірмей айналып өтетін мүмкіндігі бар. Пылесостың бағасына келетін болсақ, экспресс шолуда айтқандай, бұл пылесостың бағасы 212 мың теңге. Біз алдында пылесос алар кезінде бюджетімізді 100 мың теңгенің айналысында деп ойлағанбыз. Алайда 100 мың теңгеге навигация және басқа элементтер жетілмеген пылесостарды ғана ала алады екенсің. Алайда қазіргі заманға сай ең ілгері дамыған осы марка немесе басқа маркалы пылесосты алғыңыз келсе, 200 мың теңгенің ар жақ бер жағында болады екен. Сосын ойлана келе, бұл бағаны бөліп төлеуге болатын болғандықтан біз осы робот пылесосты алуға шешім қабылдадық. Бағана айтқандай қымбат деп есептейміз. Алайда 12 айға бөліп тастаған кезде қолжетімді болғандықтан және сіздің күнделікті тіршіліктегі көп жұмысты өзіне алып, сіздің уақытыңызды босата алатын болғандықтан тұрарлықты деп есептеп, осы модельді таңдадық. Шолуымызды қорытындылай келе, достар, менің ойымша, биыл мен өз үйіме алған ең керекті гаджеттің бірі осы болды деп есептеймін. Өйткені иманның жартысы тазалықта деген сөз бар. Мен өз үйімді таза болғанын қалаймын. Ал таза болу үшін үйіңде кішкентай бала болған кезде тіпті күнде оны тазалап тұру керексің. Неге сол уақытты біз өзімізді дамытуға немесе басқа да пайдалы нәрсеге жұмсамасқа деген оймен осы робот пылесосты алуға шешім қабылдадық. Ешқандай өкініш жоқ. Қымбат болғанмен, бірақ өзінің жұмысын тұрарлықты. Осы пылесосты алған көп достармен сөйлестім. Барлығы айтады, бірінші күмәнданасың, бірақ алып болғаннан кейін неге осыны мен бір жыл бұрын немесе бұған дейін алмадым деп ойлайсың дейді. Шынымен де мен өзімде сондай ойда болдым. Неге осыған дейін алып қоймадым? Өйткені робот пылесос деген шынында қолыңды біраз босатады екен. Достар, сапасы жақсы, жұмыс атқаруы да жақсы, навигациясы жақсы, автономдық дәрежесі ілгері дамыған робот пылесосты сізге де егер қалауыңыз болса, шамаңыз жетіп жатса, алуға кеңес беремін. Сонымен, бүгін сіздермен болған Дәурен Лесхан. Біздің техношолуды аяғына дейін қарағаныңызға алғысымызды білдіреміз. Бізбен бірге болыңыз, пікіріңізді пікір алаңына жазыңыз, лайк немесе дизлайкыңызды қойып, біздің жұмысымызды бағалап кетіңіз. Бұл өте біз үшін маңызды. Келесі техношолуларда жүздескенше сау болыңыздар.